Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бұл сіздермен Let's білім беру орталығы. Біз химия пәнінен ұбт-да келетін есептерді шығару бейнебаяндар топтамасын әрі қарай жалғастырамыз. Біз бүгін шығымға арналған есептердің екінші бөлімін қарастыратын боламыз. Сонымен химияда біз айтып өттік, 7 түрлі есеп келеді деп. Сонда біз алғашқы пропорция құру арқылы шығаруға арналған есептерді қарастырдық. Одан кейін шығымға арналған есептердің бірінші бөлімін қарастырған болатынбыз. Енді біз бүгін екінші бөлімін қарастырамыз. Бізге егер екінші бөлімде бізге өнімнің массасы мен шығым белгілі болады. Енді сіздерге өнімнің массасы мен шығым берілсе, есептердің қалай шығарамыз? Осының алгоритмімен сіздерге таныстыратын боламын. Тағы да еске түсіріп кетейік, реагенттер бұлар реакцияға дейінгі заттар, яғни реакцияға түсетін қосылыстар. Біздің жағдайымызда метан мен оттегі, ал өнімдер реакциядан кейінгі заттар. Бұлай болатын болса, бізде бүгін өнім мен шығым берілетін болады. Осы екі мәнді пайдалану арқылы есепті шығару жолдарын қарастырамыз. Олай болатын болса, уақытты созбай есептерге кірісейік. Егер теория жүзінде қарағандағы шығымы 80% болып, 22,4 грамм циклобутан алынған болса, яғни назар аударсаңыздар, бізде уже циклобутанды алып отыр. Реакцияға түсетін, яғни натриймен реакцияға түсетін 1,4 дибромбутанның массасы. Бұл ретте бізде реакция теңдеудің барлығын жазудың қажеті жоқ, бірақ мынау 1,4 дибромбутанның молекулалық формуласын білуіміз керек. Ол С4H8 бром 2. Ал бізде түзілетін өнім ол циклобутан. Циклоалкандардың жалпы формуласы CnH2 екенін пайдаланып, онда С4H8 болады. Енді біз схеманы жасап алдық. Ең бірінші жасайтын іс-әрекет ол пропорция құру. Бізде берілген мән 22,4 грамм. Бұны сіздер шығымға теңестіресіздер. Себебі бұл бізде егер өнімнің массасы болса, бұл шығымға теңеседі. Ал сіздер 100%-ын тауып алуларыңыз керек. Онда 100%-ы бізде 28 граммға тең. Біз X1-ді тауып алдық. Енді алынған мәнді схемаға қоямыз. Мында 28 грамм. Мынаны табуымыз керек X. Мында малярлық массасы 56, ал 1,4 дибромбутанның малярлық массасы 216. Олай болатын болса, осы жерде X2-ні табатын болсаңыздар, X2-ні табу үшін 28-ді көбейтеміз 216-ға, бөлеміз 56-ға. 56 мен 28 қысқарады, 216-ны 2-ге бөлсеңіздер 108 деген жауап шығады. Бұл бізде А нұсқасында орналасқан. Әрі қарай жалғастырамыз. Шығымы 65% болып, 33,10-нан 115 грамм пропилацетат түзілген болса, әрекеттесетін қышқыл мен спирттің массалары. Олай болатын болса, бірінші іс-әрекет біз берілген өнімнің мәнін шығымның пайызына теңестіріп аламыз, ал 100%-ын тауып алдық. Ол X1. X1 тең 100-ді көбейтеміз 33,15-ге, бөлеміз 65-ге. Сонда бізде шығады 51 грамм. Әрі қарай бізде спирттің пропилацетат, онда бізде қажетті спирт ол С3H7OH, одан алынатын пропилацетат ол CH3, COO, C3H7. Енді бізде берілгені пропилацетат 51 грамм, табуымыз керек спирт. Ал пропилацетаттың малярлық массасы 102, ал спирттің малярлық массасы пропанолдың 30. Осы ретте 60, кешіріңіздер, 60. Онда X2-ні табатын болсақ, 51-ді көбейтеміз 60-ға, бөлеміз 102-ге. 102 мен
21 қысқарады. 60-ты 2-ге бөлсеңдер, сонда 30 шығады. Бұл Б жауабы. Бізде назар аударсаңыздар, спирттің және қышқылдың массасын сұрап тұр. Мұнда 30 деген жауап қайталанбайды, сондықтан да дұрыс жауап Б болып саналады. Бізге уақыт үнемдеу үшін қышқылдың массасын табудың қажеттілігі жоқ. Әрі қарай жалғастырамыз. Шығымы 92,39% болып, 85 грамм этанол түзілген болса, лабораторияда жұмсалған хлоретанның массасы. Бірінші әрекет 85 грамм бұл 92,39%, 100% x1. x1-ді табу үшін 85-ті көбейтеміз 100%-ға, бөлеміз 92,39%-ға. Тең. Сонда бізде үшіншінің мәні шығады. Бізде үшіншінің мәні 92. 92 грамм. Әрі қарай шығарамыз. Енді біз реакция теңдеуі бойынша схеманы жазуымыз керек. Хлоретан бізде С2H5 хлор, табуымыз керек С2H5OH. Мұнда 92 грамм, мынауымыз X. Мұнда 46, ал X2, ал С2H5 хлордың массасы 64,5. Сонда X2-ні табу үшін 64,5-ті көбейтеміз 92-ге, бөлеміз 46-ға. 46 мен 92 қысқарады. 64,5-ті 2-ге көбейтетін болсаңыздар, онда 129 грамм шығады. Ол бізде Е нұсқасында орналасқан. Әрі қарай жалғастырамыз. Өнім шығымы теориялық мүмкіндіктің 75%-ын құрайтын болып, нәтижесінде 5,04 литр сутек түзілсе, ол 75%, 100% бізде X болады. X1-ді тауып алсаңыздар, бізде X1-ді табу үшін 5,04-ті көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 75-ге. Осы ретте 6,72 литр шығады. Енді бізде сутегі бөлінетін болса, тұз қышқылымен әрекеттесетін алюминий. Яғни алюминий стрелка H2. Осы ретте сутегі 2 электрон қабылдайды. Ал алюминий 3 электрон береді. Олай болатын болса, алюминийдің беретін электрондар санын сутектің алдына коэффициент қоямыз, ал сутектің алатын электрондар санын алюминийдің алдына коэффициент қоямыз. Сонда реакцияны жазудың бізде мүлде қажеттілігі болмайды. Енді әрі қарай жалғастырамыз. 6,72 литр алюминийдің массасын табуымыз керек. Мұнда 67,2, себебі 22,4-ті алдында индекске көбейтеміз. Көлем берілсе, өздеріңіз жақсы білесіздер, қалыпты жағдайда 22,4 аламыз. Ал жоғары жағына малярлық масса ол 54. Сонда X тең 5,4. X2 бізде 5,4 грамм шығады. Жауабы D. Келесі, әрі қарай жалғастырамыз. Егер шығымы 80% құрайтын болса, массасы 35,2 грамм. 35,2 грамм бұл 80%, 100% X. Көріп отырсыздар, құрметті оқушылар, бізде әрқашан іс-әрекет бірдей. Яғни мұнда қандай мәндердің, қандай қосылыстар, яғни онда органикалық реакция ма, биорганикалық реакция ма, маңыздылығы жоқ. Ең бастысы сіздер атынан формуланы құрастырып, яғни молекулалық формуланы құрастыра білсеңіздер жеткілікті. X1-ді табатын болсақ, бізде ол 44 шығады. Енді мәндерін қоямыз. Этил спирті С2H5OH, ал этил ацетаты деген CH3COO C2H5.
Бізде мынау 44, малярлық массасы 88, ал спирттікі 40. Мұнда табуымыз керек X2, ал спирттің малярлық массасы 46, этанолдың нақтырақ айтатын болсақ. X2-ні табатын болсақ, онда 46-ны көбейтеміз 44-ке, бөлеміз 88-ге. 88 мен 44-ті 2-ке қысқарады, 46-ны 2-ке бөлсеңіздер 23. Бірақ есептің шартында бізге ерітінді берілген. Яғни 23 грамм бізде бұл еріген спирттің мөлшері. Олай болатын болса 23 грамм бұл 95%. Біз 100%-ын тауып алуымыз керек. Бұл бізде X3 болады. X3-ті табу үшін пропорцияның қасиеті бойынша 23-ті көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 95-ке. Сонда X3 тең болады бізде 24,2-ге. Сонда бізде дұрыс жауап Д жауабы болып саналады. Әрі қарай жалғастырамыз. Енді соңғы есеп. Бізде осымен соңғы есеп. Осы есепті шығару арқылы бүгінгі тақырыпта бекітетін боламыз. Өнім шығымы теориялық мүмкіндіктің 85%-ын құрайтын болып, анодта көлемі 9,52 литр хлор алу үшін электролизге ұшырайтын литий хлоридінің балқымасының массасы дейді. Олай болатын болса, бізде берілген мән 9,52, ол 85%. 100%-ы X1. X1-ді табу үшін 100-ді көбейтеміз 9,52-ге, бөлеміз 85-ке. Осы ретте X1 бізде 11,2 литрді құрайды. Енді бұл есепті шығару үшін біз электролизді білуіміздің қажеті жоқ. Яғни бізде литий хлоридінің массасын тап деп тұр, ал түзілген өнім хлор. Өздеріңіз жақсы білесіздер, H2, хлор 2, N2, O2 сияқты элементтер молекулалық кристаллық тор түсетін жай заттар әрқашан 2 болып жазылады. Осыны ескеріп реакцияны теңестіреміз. Хлор реакциядан кейін 2, сондықтан литий хлоридін алдына 2 қоямыз. Мынау 11,2 литр, ал табуымыз керек X. Мұнда 42,5 көбейтеміз 2-ге. А мұнда 22,4 литр. Осы жерден X 2-ні табатын болса, 2-ні көбейтеміз 42,5-ке, көбейтеміз 11,2-ге. Бөлеміз 22,4. 11,2, 22,4-ке бөлсеңдер 2, 2 мен 2-ні қысқартамыз, сонда 42,5. Жауапы. Көріп отырсыздар ғой, құрметті оқушылар. Яғни шығымға арналған есептерді шығаруда, яғни органикалық есептер, бейорганикалық есептер деп бөлуге болмайды. Яғни барлығының алгоритмі бір. Ең бастысы сіздер органикадан және бейорганикадан формулаларды дұрыс құрастыра білсеңіздер болды. Яғни онда электролиз тақырыбын, тотықсыздану реакцияларын, органикалық заттардың қасиетін, қандай өнімдер түзілетін, қандай жағдай керек, оның құрылымдық формуласы қандай, оларды білудің есептер шығаруда ешқандай маңызы жоқ. Бірақ оқушылар осының барлығын жазу арқылы өздерінің уақытын жоғалтады. Бірақ көпшілік жағдайда дұрыс шығара бермейді. Сондықтан да осы бейнебаянды қарап, өздеріңіз тағы да нұсқаларды қарау арқылы осы тапсырмаға арналған есептерді шығарып бекітіңіздер. Біз енді келесі сабақта соңғы түрін қарастыратын боламыз. Келесі сабақта кездескенше қош сау болыңыздар.